нету, но если самое лучшее, если вы знаете, вот это маленькая дуа, которая супруга попросила иннака афун каримун тухиббул афва фа'фани. Можно и на русском, и на казахском говорить, в этом проблем нет никакой. Кісі басына қанша? 535 теңге. Біз 535 теңге, біреуіне жіберіңіз, 535, екіншісіне жіберіңіз, 535, үшіншісіне жіберіңіз, бәріне жібере берсеңіз бола береді. Қабыл болсын. Ұстаз, жолдасым мұсылман емес, оразамын. Оразам қабыл бола ма дейді. Қабыл болады, өйткені иман мәселесі бар сізде. Иманыңыз болған үшін оразайсыз. Адам кез келген құлшылық жасау үшін номер бірінші шарт керек. Ол мұсылман болу керек. Мұсылман болмаған адамға құлшылық өтпейді. Бұл бірінші. Ал енді сіздің күйеуіңіз мұсылман емес, или әйеліңіз мұсылман емес, зато сіздің жүрегіңізде бар ғой. Ол қасындағы адам бәрі жүре берсін кім бұл. Оған үйлену, неке қию, ол екінші вопрос. Ол екінші мәселе. Бірақ сіздің құлшылығыңыз қабыл болады. Қырғызстанға қашан келесіз? Иншалла келеміз. Қырғызстан алымдары шығарып атады. Құдайым бұйырса 1 майда біз Қырғызстанда, Москвада Крокус Сити холлда боламыз иншалла. Ошо мекендештерге айтып қойғыла. Жақсы жария бар, ошо чоң дамылылар келет. Қырғызстандағы Садвақас Ажы Долов, Азиз Хандамыла, ошо чоң алымдар, мен билген алымдарыма кимделе болуш керек. Абдушүкүр Ажы Нарматы бардығы иншалла болушубуз керек. 1 майда Москвада Крокус Сити холлда ошо бардығына айтып қойғыла. Келсін. Сүтса елімі исламға қарсы ма? Қарсы. Айтқа дейін пітірді садақаны берсе бола ма? Болады. Ұстаз, пітір садақа туралы толық айтсаңыз. Пітір садақа әрбір адамның басына Алланың ризалығы үшін берілетін бай бақуаттарға міндетті болған уәжіп садақалардың бірі болады. Берген кезде Алланың ризалығы үшін құлшылық ниетімен берілетін садақа. Үкімі бидайдың есебімен беріледі, 2 килограмға жетпейді, 2 килограм деп жобалап ала береді. Бұл минимум. Жоғарыдан алып беремесеңіз, Алла дәрежеңізге сай бере беріңіз. Менің мысалы айтайық, бай бақуаттымын. Мен неге 2 килограм беру керек? Мен 12 килограмдан берем. Бере беріңіз. Семьяда 4-өміз, 5-ге берем. 4 емес, мен 14-ке берем. Қабыл болсын, 14 бол жаным. 120 бол, 140 бол. Узбекский знаете дейді. Акмалхон, гапыра береміз. Гап жоқ. Құдайға шүкір, гапыра береміз. Bazı paytlarda құпалам гапырышып қойышым мүмкін, номерлары шунақа болады. Қапа болмай. Ұстаз, жолдасым шошып оянды. Түсіне басына қораз мініп тұр екен дейді. Бұл нені өлгірек дейді. Өмірін ұзақ қылсын Құдай, болды, солай тілей беріңіз. Сол дұрыс сол. Айтпай қойын, жақсылық болсын. Ұстаз, ашуға ауыз шайып отырғандар су жұтса дейді. Ауыз ашуға су шайып отырғандар су жұтса қарыз бола ма дейді. Уақыт кірген болса бұзылып кетеді ораза. Сәлеметсіз бе? Айнамыз намаз оқып жатқанда жанымызда болса намаз оқуға бола ма дейді. Басқа бөлме жоқ болса оқи бересіз. Айнаның бетін жауып қиналмай қойыңыз. Оқи беріңіз болды. Енді жапсаңыз, жағдайыңыз келсе жақсы. Оны қайта жауып, айнаның бетін кірлеп, краска май-май қылып бітіресің. Оқи берші намазыңды. Кішкентай балаларға көзмоншақ тақса, Аллаға серік қосу деп жатады, дұрыс па дейді. Тақпаған дұрыс деп айтайық, сол дұрысырақ болатын шығар. Аят дұға оқып дем салып қойыңыз, басына аят оқып қойсаңыз жақсырақ болады. Оразада дәмі жоқ. Зубной пастамен ауыз тіс шайса бола ма? Мен дәмі жоқ зубной пастаны көрмеппін өз. Бәрібір фтор бар ғой ішінде. Фтордың дәмі бар. Астанада болсаңыз, сізге неке қидыруға бола ма сізге дейді. Болады. Некені қатырып қиып береміз, жабыстырып тұрып, сварқылап, құтыламайтындай қып. Бала емізіп жүзіп, ораза ұстаса қабыл бола ма дейді. Болады. Пышақты ұрлап алсаң арам болады. Сол пышақ басыңа бәле болады. Ұрлап алу керек. Итті ұрлайды, гүлді ұрлайды ғой дейме? Сондай приметалар бар. Арам болады. Еш нәрсені ұрлауға болмайды. Біреудің ақысы болады. Біреудің пышағын ұрлайым деп, ертең сол пышақпен бауыздалып кетесің Құдайдың алдында. Қой, Құдай сақтасын, ұрлама, тыныштық керек. Ұрлық түбі қорлық қазақ. Дұрыс айтқан. Сондықтан ұрламаңыз.
Сонда ауыз бекіткен соң тісті жууға болмай ма? Болады, кім айтты болмайды деп. Болады, оразаны бұзбайды. Ұстаз, намаз бастағым келіп үйреніп жүрмін. Видеоларда сәждеден кейін саусақтарды көтеріп түсіреді. Ол дұрыс па? Әжемнің оқығанын көріп өскенмін. Олай істемейтін еді дейді. Кететін былай маңызды нәрсе емес, сүннет, көтерсеңіз болады. Көтерудің ішінде таласты мәселелері бар. Яғни саусақты қимылдату мәселесінде, яки көтерудің үлгісі мәселе. Біреу жинап көтереді, былай көтереді. Көтермесеңіз де намазыңыз қабыл, міндет емес. Көтеріп атқандар болса көтере берсін. Мешітте бізде қазір жастардың көбі намаз оқымай-ақ бүйтіп отырады. Так, мына көтеріп, мына көтермеді, мына көтеріп, мына көтеріп. Не керегі бар? Бір-бірімізді аңдудың қажеті жоқ. Қадыр ма, қадыр ма дейді. Екеуі бір, не переживай. Время сәресияс Астана уақыты бойынша кірді. Таң намаздың уақыты кірді. Тахаджуд намазын азыр оқса болу дейді. Бізде Қазақстанда азыр гирди таң намаздың уақыты че азыр деле оқуға болбойды. Тахаджуд от витра чем отличается? В количестве ракатов и в намерении отличается. Ұстаз, бірінші қарыз оразан ұстап, сосын шәуәл оразан ұстай ма, әлде керісінше ме? Негізі қарыз ол міндет қой. Шәуәл бұл ерікті ораза. Сондықтан сіз қаза ұстасаңыз, соның өзі де бұйырса орын жабат деген ғұламалардың тұжырымы бар. Бірақ қосымша шәуәл ұстайым десеңіз, машалла, қабыл болсын. Екеуі де дұрыс. Жол жүріп тойға бардым, 3 күн ауыз аштым дейді. Ұстаңыз, айттан кешкі ұстайсыз. Саусақпен тәспі тартуды көрсетіңізші. Бола береді. Ішімен тартсаң да болады, бейт саусақпен тартсаң да болады. Бола береді, тарта береді. Сыртымен тартсаң да болады. Бірақ елдікінің саусағын сұрап алмады, бейт қасындағылардың саусағын тартып кетпе. Бола береді. Шама келгенше көрсетпейсіз. Бейтіп елдің көзінше бейтіп субханалла, субханалла, субханалла. Не керегі бар? Зачем понт? Керек жоқ жарайды. Бейтіп тарта бер, шын ниетіңмен жүрегіме айтсам бола береді. Жікірді айтсай бола ма дейді, ауыз жыбырлатпай. Ауыз жыбырлаған дұрыс. Таң намазында 10 минут қалғанша бекіту керек пе, әлде таң намазда деймін. Негізі таң намазда дейін, бірақ өзі діни басқармамыз сақтық мақсатында ертерек бекіткен жақсы деген сөз айтады. Сүннет намаздарды оқып өтірді, ұмытып кеттім дейді. Таң кірді, не істеу керек дейді. Мәселе қателік солда бізде. Тахаджуд намазын оқимын деп, таң намазда ұйықтап қалма дегендей, шамаңыз келгенше міндетті болған намазды қалдырмауға тырысыңыз. Әр намаздың соңында таспих тарту керек бар. Тартсаңыз сауап болады. Ауыз ашарға қонақ шақырайын десем, жолдасым қарсы. Отбасымызбен ораза ұстаймыз. Жолдасыңыз айтқан істеңіз. Ораза бітейін деп жатыр, қимастық бар. Тамаша, иманның белгісі. Күндіз намазды 5 уақыт оқи алмай жүрмін. Кішкентай балаларымен тек түнде тахаджуд оқыса бола ма? Күндіз намазды, жоқ, 5 уақыт намазды оқып ота. Бәрібір ол тахаджудты да оқы, ананда қалдырма. Кем дегенде парызын оқы. Қалдырмауға тырыс. Ұстаз, тек таң намазын оқып мектепке барсам, 5 уақыт намаз уақытым жоқ, намазын оқи берсем бола ма? Бастай бер, қалдырма намаз. Айттың 2-ші күні қарыз оразаны ұстаса бола ма? Болады. Уақыт болды ғой, ауыз бекітіп үлгересіз бе? Ауызын бекітіп қойған, бағана ниетін айтып бекітіп қойған. Сіздерге осы кіретінді біліп, алдын ала бекітем. Сіздер бекітілу көрсін. Бекітуді ниетті айтып қоясың, бірақ уақыты бекітілгенде ол автоматически бекітеді. Біздің дініміз автоматически пультпен жүретін дін. Пультпен автоматически бәрі. Алдын ала айтып қоясың, уақыты кіргенде өзі автоматтан бекітіледі. Алла разы болсын. Дұғаны жасап отырсыздар ма? Мен көріп отырмын. Дұға жасап отырыңыздар. Аллахумма иннака афун тухиббул афва фа'фу анни. Қаны бәріміз айтайық. Аллахумма иннака афун каримун тухиббул афва фа'фу анни. Аллахумма иннака афун тухиббул афва фа'фу анни. Я Алла, сен кешірімдісің, мейірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, барлығымызды кешір деп айтыңыздар. Қабыл болсын. Қадір түндегі осы бүгінгі тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Алла баршаңызға берекелі ғұмыр берсін. Еліміз аман болсын. Патшамыз адал, әділ, берекелді болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Елімізге қызмет етсін. Еліміздегі барлық қызметкерлер адал қызмет етуін Алла нәсіп етсін. Еліміздің бақытты күндері мәңгілік болсын, тұрақты болсын. Еліміздің аспанын
соғыс бұлты шарламасын. Сіздердің ауру сырқаулардан, барша қиыншылықтардан Алла өзі сақтасын. Аллах Тағала біреуге қарыз болып қалудан сақтасын, жалқаулық кесірінен сақтасын. Аллах Тағала бізді дұшпанға тәуелді болудан сақтасын, біреуге телміріп қалудан сақтасын сіздерді. Бала шағаларыңызға иманды, салихалы ғұмыр берсін. Өмірлері бастарымыз ғибадатта болуын Алла нәсіп етсін. Таң намазды оқымағандарыңыз таң намазына тұрайық. Алла риза болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.